Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге помидорға аспирин салмай қалай тұздайтынды көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта банка жабудың түрлі рецепттерімен бөлісетін боламын. Қажет заттарымыздың бәрін жуып тазалап аламыз. Банкамызды 5 минут көлемінде парлап алуымыз қажет. Қақпақтарында осылай қайнатып алдым. Парланған банкаларымыздың ішіне бірінші лавр жапырағын, одан кейін чеснок бұрыштарын салып, одан соң помидорларды тура видеодағыдай етіп жайғастырып аламыз. Мен 3 литр банкаға қажет заттардың бәрін төмендегі описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Мен бұл жерде болгар бұрышы мен полугорки бұрышын араластырып та салдым. Мінекей помидорларымыз толық әдемі болып піскен. Ащы бұрышты осылай ортасынан бөліп салдым. Барлығын осылай дайындап болған соң суымыз қайнап тұру қажет. Осылай сақырлаған суымызды банкаларымызға бәріне құйып шығамыз. Одан соң бетін жауып 15 минутқа қойыңыздар. Енді 15 минут өткеннен соң осылай арнайы крышкамен суларын барлығын төгіп тастаймыз. Барлық банкадағы суды төгіп шықтым. Енді әрқайсысына осылай бірінші қара бұрыш салдым. Одан соң 1,5 ас қасық тұз, 1,5 ас қасық қант салдым. Енді тағы да қайнап тұрған суымызды осылай құйып шығамыз. Мен көп жерлерде білемін, осылай бірінші суын қайтадан қайнатып құяды. Олай құюдың қажеті жоқ. Осылай таза суды қайтадан қайнатып құйсаңыздар болады. 70% уксусты осылай 1 ас қасықты онша толтырмай құямыз. Қақпағын жауып, арнайы банка жапқышпен осылай айландырып жауып тастаймыз. Өте оңай. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. 100% сенімді. Мен жылда осы рецептпен осындай помидорларымды жабамын. Ешқандай атылмайды. Аспириннің қажет жоқ. Осылай банкаларымызды төңкеріп, бетін одеялмен жауып қойсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.